Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгінгі видеомызда мен осындай кішкене балама арнап өзім спортивка тігіп беруді жөн көрдім. Мен міне бірінші жеңін, алдыңғы бөлігін және арқа бөлігін пішіп дайындап қойдым. Енді біз міне және жағасы дайын болды осындай пішіліп. Енді біз осыны қазір арқасын мына иықтарын алдыңғы бөлігімен қосып тігіп аламыз бірінші. Иықтарын тігісін қосып болғаннан соң оверловка тігісін бір жүргізіп шығамын. Егер сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, түсінбеген жерлеріңізді комментария жазып кетсеңіздер болады. Міне ортасын қайырып белгілеп алдым мен. Енді осыны иығынан бастап, міне қолтық ойындысына дейін тігіп шығамын. Және бұны да оверловкадан өткізіп тігіп аламын. Міне бірінші жеңді тігіп болдым. Енді екінші жеңін оверловкадан тігіп жатырмын. Енді міне екі жанын міне видеодағыдай бір тігіс жүргізіп, оны да оверловкадан өткізіп аламын. Және етегіне, жеңіне осына манжетті қосып тігіп шығамын. Міне мен манжетке булавка қыстырып шығып, сол бойынша тігіп жатырмын. Міне жеңіне де дәл солай. Міне екі манжетті қырқып өлшеп дайындап алдым. Міне де бір тігісін тігіп, оны да оверловкадан өткізіп аламын. Міне енді манжетімізді тігісін міне бір-біріне келтіріп аламыз. Сол бойынша оны да тігіп шығамын. Енді мына замок салу үшін екі мына алдыңғы бөлікті оверловкамен өткізіп аламыз. Міне мойын бөлігіне жағаны қосып тігіп аламыз. Ол үшін булавка қыстырып, міне дәл осылай бір тігіс тігіп аламыз. Сосын кейін барып замокты тігуді бастаймыз. Ол үшін булавкамен қыстырып, бәрін белгілеп, артығын қырқып тастаймыз. Міне осындай лапканы ауыстырып алыңыз, өйткені бұл лапка замокқа тимей әдемі болып тігетін болады. Міне қазір мен тігіп жатырмын. Инелерді жақындаған кезде қолмен алып отырыңыз. Міне бірінші замогын болдым. Міне жағасы. Міне енді екінші бөлігіндегі замогында дәл осылай қайталап тігіп шығамыз. Инелерін жақындаған кезде қолмен алып тастаймыз. Замогымызды тігіп болғаннан соң лапкамызды қайта ауыстырып, үстінен 0,5 сантиметрдегі қашықтықпен тағы да бір тігіс жүргізіп шығамыз. Міне енді жағасын тігеміз. Міне жағаны тігістің үстінен булавка қыстырып, міне ішкі бөлігін міне көріп отқаныңыздай булавка қыстырып шығамыз. Және оны оң қаратамыз. Міне оң жағынан міне тігіс жағаның астында қалуы керек. Бір тігіс жүргізіп шығамыз. Осындай екі қалтасы болады. Мен оның шетіне касабикамен тіккен дұрыс көрдім. Қалтасын булавка қыстырып қойып тігіп аламыз. Үстіне бір тігіс жүргізіп шықтым. Бізде спортивка дайын болып қалды. Сіздермен болған меруерт. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.